Құрметті оқырман, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздер бүгін сәби тілегі атты шынайы әңгіменің 3-ші бөлімін тыңдайсыздар. Арнаны жоғалтып алмас бұрын арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Зере өзінің қатарындағы сәбилерге қарағанда өте ерекше бала болды. Ең алғашқы қимылдары Айнаш намаз оқып отырғанда дәл сол намаздың қимылдарын қайталау болды. Әр намазда дәл солай артына отырып, Айнаш не істесе соны бұлжытпай қайталайтын. Анасын келер дейме үнемі есік жаққа алаңдап отырушы еді. Дәурен 4 қызын алып келіп, Зеренің туылған күнін атап өтті. Ал Перизат үйге келе тұра тек терезе сыртында тамашалап, кіруге дәті жетпеді. Өзін ақтап алуға дәрменсіз еді. Қызына қалай, не деп түсіндірерін білмес еді. Тек үнсіз сырттан бақылап тұрды. Айнаш та қызының осылай істейтінін сезгендіктен барынша терезеден бәрі анық көрінердей ыңғай жасады. Тіпті терезенің сырт жағына алдын ала бойы жетпей қалмас үшін орындық та дайындап қойған болатын. Үнемі келесі жолы міндетті түрде кіріп, қызым мен анам мен сөйлесемін деумен өзін тежей берді. Зеренің тілі өте ерте шықты. Сөздері дәл үлкен кісінікіндей, дәл біреу үйретіп қойғандай сөйлейтін. Айнаш бұл жолы намазын аяқтап, Зерені әңгімеге тартты. Зере, қызым, сен не істеп отырсың? Ал мен не істедім? Білмеймін. Білмесең неге менің қимылдарымды қайталап отырсың? Сіздің не істегеніңізді білмеймін, бірақ сіздің жаман нәрсе істемейтініңізді білемін. Өйткені сіз өте жақсы адамсыз. Өзіңіз айтыңызшы, сіз күнде неге бұлай жасайсыз? Мен Аллаға құлшылық жасаймын. Парызымды өтеп, жақындарым үшін дұға жасаймын. Ал Алла кім? Дұға не? Алла қалаушы. Оның қалағаны болады, қаламағаны болмайды. Тіршілік иелерін өлтіру, тірілту, бақытты не бақытсыз ету, бай не кедей болу Алланың еркінде. Бәрі Алланың қалауымен болады. Кім Аллаға шын ниетпен дұға жасаса, ол оның тілегін тез арада қабыл етіп сұрағанын береді. Олай болса, мен де дұға жасап, өзіме іні сұрасам береді ме? Жаным, құлыншағым, әрине береді. Сонда анашым мені жақсы көріп, мені алып кете ме? Анаң сені жек көреді деп кім айтты? Аналар ешқашан өз балаларын жаман көре алмайды. Олай болса, неге мені анам алып кетуге келмейді? Айнаш Зерені құшағына алып, келеді ботам, келеді, деді. Айнаш Зеренің үлкендердің әңгімесін түсініп, өз анасының жолын тосып жүргеннен бейхабар еді. Бұл сөздерді естігенде жүрегі қарс айырыла жаздады, өз ісіне өкінді. Қанша мәпелеп бақса да, ананың орнын ешкім баса алмайтынын ұқты. Дереу Перизатқа қоңырау шалып, үйіне жетуін сұрады. Перизат кейінге сырғаннан мәселенің шешілмейтінін ұғып, қызы мен анасы баруға бел буды. Келген кезде Айнаш намаз оқу үстінде болатын. Анасын іс қимылдарын қайталап, соңында алақан жайып, бетін сипаған қызын көргенде еңкілдеп жылап жіберді. Перизатты көрген бойда Зере анашым деп құшағын жая жүгірді. Қызым, құлыншағым, ботақаным, кешірші мендей ақымағанаңды. Анашым, жыламаңыз, мен сіздің келеріңізді білдім, рас па? Қайдан білдің? Себебі мен кеше Алладан сіздің мені алып кетуге келуіңізді сұрап дұға жасадым. Әжем айтқан болатын, Алладан не сұрасаң да береді деп. Әжең өте дұрыс айтыпты құлыным. Перизат шыдай алмай көзіне жас толып тұрған анасының мойнына асыла кетті. Екеуі тек бір-бірінен кешірім сұрап,
ұзақ уақыт жылай берді. Анасымен татуласып, қызын үйіне ала кетер жолда дүкеннен қызының қалағанын әперіп, қажетті заттарын алып, неше түрлі тәттілер, бәліш, самса, торт, бәрін пісіріп, дастарханды жайнатып, отбасы мүшелерін бір-бірлеп күлімдеп қарсы алды. Отағасының қуанышында шек болмады. Сол күні қызын қолынан тастамай көтеріп жүрді. Зере әпкелерімен ойнап жүрген болатын. Бір кезде көрінбей қалды. Перизат пен Дәуреннің зәресі зәр түбіне кетіп еді. Бірақ өз көргендеріне таңырқап тосылып қалды. Зере бөлек бөлмеде сөзін бөлмесе де үнсіз айнаштан көргендерін бұлжытпай қайталады да, соңында алақан жайып, бірдеңелерді айтып бетін сипады. Қызым, сен не істеп жатырсың? Мен бе? Мен Аллаға құлшылық жасап, дұға тіледім. Сонда не тіледің? Дәурен бала секілді ойыншық немесе басқа да бір зат ойлап, қызының қалауын орындамақ ниетте сұраған болатын. Бірақ қызының жауабы біраз есеңгіретіп тастады. Мен Алладан өзіме іні тіледім. Сонда мен сіздерден ешқайда кетпейтін боламын. Сіздер де мені жақсы көретін боласыздар. Бұл сөздер бүкіл отбасы мүшелерінің көздеріне жас алдырмай қоймады. Дәурен құшағын кең жайып, жары мен балаларын құшақтады. Түн болып басқалар секілді Зере де ұйқыға кетті. Перизат бірнеше сағат қызының жүзіне телміріп, шасын сипап, иіскелеп отырды. Перизат, солай отыра бермексің бе? Қызымыздың тілегін орындамаймыз ба? Қандай тілек, түсінбедім. Қандай болушы еді? Оған іні сыйламаймыз ба? Дәурен де Зере бұл үйден кеткелі оған қол тигізбеген болатын. Бұл түн оларға алғашқы неке түніндей тәтті болды. Ерлі зайыптар ұйқысыз өткенді еске алып, бір жылап, бір күліп таң атырды. 3-4 жеті өтіп, Перизат өзін жайсыз сезіне бастады. Ештеңе жегісі келмеді, жесе қайтарып тастайды. Иә, дәл сезіндіңіз. Ол 6-шы құрсақ көтерген болатын. Анашым, сіз ауырып қалдыңыз ба? Жоқ құлыным, менде бәрі жақсы. Тек аздап мазам болмай тұрғаны. Неге? Не болды? Зере қыңқылдап айтпасына қоймады. Мен саған көп күннен соң бөпе әкеліп беремін. Менің мына ішімде кішкентай бөпе пайда болыпты. Зере, алақай, енді менің інім болады. Құдайым, саған көп рахмет. Сен ең күштісің. Сені жақсы көремін. Менің тілегімді орындағаның үшін саған көп рахмет деп әрі-бері жүгіре берді. Перизат құрсағындағы сәбиі ұл немесе қыз екенін білмесе де, қызының бұл сөздеріне мәз-мәйрам болды. Уақыты жетіп, дәрігерге қаралып, ұлды болатынын естіген Дәурен мен Перизат үйге жеткенше асықты. Жеткен бойда Зерені көкке лақтырып, екі бетінен сүйіп, рахмет айтумен болды. Сәбидің тілегі қабыл болып, ай күніне жетіп, шекесі торсықтай ұл дүниеге келді. Жастардың бақытты өмірлері жалғасын таба берді. Құрметті оқырман, бұл әңгіме сіздерге ұнаса, арнаға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.